Сәлеметсіздер ме? Қазақ тілі сабағын бастаймыз. Бізде бүгін жаңа тақырып. Табиғат, жаратылыс пернесі. Здравствуйте, это урок казахского языка. Сегодня мы проходим новую тему. Табиғат, жаратылыс пернесі. Жаңа сөздер, новые слова. Байтақ, обширный. Солған, завядший. Толған, полный или полно. Сегодня мы будем работать со страницами 118-119. Оқулықтың 118-119 беттермен жұмыс жасаймыз. 118 бет бірінші тапсырма. 118 страница первое задание. Суретті пайдаланып, жаңа сөздердің мағынасын түсініп оқы. Объясните значение новых слов, рассматривая картинки, используя картинки. Толған ай, полная луна. Солған ай, убывающая луна. Толық адам, полный человек. Арық адам, худой человек. Слова толған и толық используются для означения, что что-то наполнено, переполнено, в избытке. Видно полностью, например, луну видно полностью. Это полная луна. Толған ай. Солған ай, когда видна только часть луны. Убывающая луна. Оқулықтың 119 бетіндегі 8 тапсырмаға қараймыз. 119 страница, 8 задание. Төмендегі сөздерді жікте. Проспрягайте слова. Мен ұлыңмын. Мен құлыңмын. Мен – это я. Что означает ұлыңмын? Ол – мальчик или сын. Ол – ұлыңмын, то есть я твой сын. Ол – корень. Ыңмын – это окончание, которое показывает, что мальчик принадлежит кому-то. Я твой сын. Бірінші жақ. Мен ұлыңмын. Я твой сын. Екінші жақ. Сен ұлымсың. Ты мой сын. Сыпайы түрі вежливая форма. Сіз ұлымсыз. Вы мой сын. Третье лицо. Үшінші жақ. Ол ұлым. Он мой сын. Көпше түрі, множественное число. Біз ұлдарыңбыз. Мы ваши сыновья. Екінші жақ. Сендер ұлдарымсыңдар. Вы мои сыновья. Сыпайы түрі вежливая форма. Сіздер ұлдарымсыздар. Вы мои сыновья. И третье лицо. Үшінші жақ. Олар ұлдарым. Они мои сыновья. Құлын, жеребенок. Мен құлынмын. Спрягаем. Мен құлынмын деген сөз тіркесін жіктейміз. Бірінші жақ. Мен құлынмын. Я жеребенок. Екінші жақ. Сен құлынсың. Ты жеребенок. Сыпайы түрі вежливая форма. Сіз құлынсыз. Вы жеребенок. Третье лицо. Ол құлын. Он жеребенок. Көпше түрі. Множественное число. Первое лицо. Бірінші жақ. Біз құлынбыз. Мы жеребята. Екінші жақ. Второе лицо. Сендер құлынсыңдар. Вы жеребята. Сыпайы түрі вежливая форма. Сіздер құлынсыздар. Вы жеребята. И третье лицо. Үшінші жақ. Олар құлындар. Они жеребята. Осымен сабағымыз аяқталды. Сіздерге көп рахмет. Сау саламатты болыңыздар.